Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді печеньелардың рецебімен бөлісемін. Бізге керек жұмыртқа, қант, сұйық май, ұн, қамыр қопсытқыш, тұз, ванилин. Жұмыртқаны, қантты, сұйық майды, ванилин мен тұзды бір ыдысқа салып араластырамыз. Ұн мен қамыр қопсытқышты араластырып қосамыз. 2-3 бөлікке бөліп қосқан жөн, жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Пищевой пленкаға орап 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. 30 минуттан кейін қамырды холодильниктен алып, грек жаңғағы болатындай етіп шариктер жасаймыз. Қолымызбен үстінен басамыз. Шанышқымен видеода көрсетілгендей етіп суреттер жасаймыз. Әдемі узорлар дайын болған печеньеларымызды бет жағын қантқа батырамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіреміз. Біздің өте дәмді, әдемі үгітілмелі печеньеларымыз дайын болды. Дәмі енді керемет. Оңай әрі тез жасалатын печеньеларының бір түрі. Жасап көріңіздер, лайк, подписка ұмытпаңыздар. Көп рахмет.